Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бұл видеомды 1 және 3 жас аралығындағы балаларға арнағым келіп тұр. Осы аралығындағы балалар нені білу қажет? Жалпы 1 жасар бала, ол өзінің дене мүшелерін сезіну арқылы оны сұраған кезде айту қажет. Яғни басың қайда, көзің қайда, мұрның, аузың, құлағың барлығын сұрағанда осы өзінің бойындағы 6 дене мүшесін міндетті түрде білу қажет және де көрсету керек. Егер ол айта алмаса, онда қолмен немесе ишаратпен көрсету қажет. Ал 2 жасар бала нені білу қажет? 2 жасар балаңыз сіздің уже сөз тіркесін айта алу керек. Яғни дала шығам, далаға шығам деп айтпаса да, дала шығам, су ішем деп айтпаса да, фу ішем деп айту керек бала. Яғни с дыбысы әлі қалыптаспаған, бірақ орнына ф дыбысы қойып айта беруге болады. Яғни осындай 2 сөзден тұратын сөз тіркестерін 2 жасар бала айту керек. Ал 3 жасар бала не істеу керек? Не айта білу керек? Уже 3 жасар бала 3 буынды, 4 буынды сөздерді айта алу қажет. Яғни уже 3 буынды, 4 буынды сөздерді айта алмаған балаңыз, немесе 2 жаста 2 сөз тіркесін айта алмайтын балаңыз айта алмаса, онда сіз бірден дамытушы ойындарды баламен бірге ойнауыңыз қажет, немесе арнайы маманның көмегіне баруыңыз керек. Өйткені бұрынғы заман сияқты емес, қазіргі заман ғылым мен техниканың дамып кеткен заман болғандықтан, қазір мен балам 3 жасқа дейін күте тұрайын, может өзі сөйлеп кетер деп қол қусырып отыратын заман емес. Өйткені бұрын замандарда болған, бұрынғы кездерде балам 3-ке толса да өзі сөйлеп кетеді, кейін өзі сөйлеп кетті деп айтып жатыр. Яғни ол заманда кері айналып қарасақ, бала 3 жасқа дейін сөйлемесе, оған дейін ол қасындағы балалармен бірге ойнап, доп теуісіп, оны лақтырып, аунап, ойнап, солай дамып, өз-өзін дамытқан. Ал қазіргі заманда бала өз-өзін дамытпайды. Ата-ана да оған тек телефонды беріп қояды да, сол бойынша бала қатып қалады бір жерде. Бұл қатып қалады деген қалай? Телефонды ұстаған кезде 2 саусақпен тек қана көз, ми жұмыс істейді де, басқа ешқандай дамитын дене құралдары жұмыс жасамайды. Сол үшін бала ойын арқылы дамиды, секіру арқылы дамиды, дене жаттығуларын жасау арқылы дамиды. Сол үшін әрбір ата-ана қазіргі таңда оның папасы, немесе баласы, атасы 3-ке дейін сөйлеген, немесе 4-ке дейін сөйлемеген деп оған қарап отыра беруге болмайды. Өйткені қазір баланың дамитын нәрселер аз болғандықтан, біз әрдайым баланың индивидуальный өзінің жаңағы белсенділігіне қарап айтуымыз болады. Және де әрбір ата-ана баласының тез сөйлеуіне, тез дамуына үлесін қосу қажет. Сол үшін, егер де сіздің балаңыз 2 жаста сөз тіркесін айта алмаса, 3 жаста 3 буынды, 4 буынды сөздерді айтып сөйлей алмаса, өз ойын жеткізе алмаса, онда сіз міндетті түрде маманға жолығуыңыз қажет, логопедке немесе дефектологқа. Және де өзіңіз үйден күнде 10-15 минут уақытыңызды бөліп, баланың дамуына дұрыс іс-әрекетті дұрыс жасауыңыз керек. Яғни онымен бірге секіруіңіз керек, онымен бірге жүгіруіңіз керек, оған физически нагрузка беруіңіз керек. Яғни осының барлығын бала жасау арқылы, ұсақ моторикаларын дамытуыңыз керек, жасау арқылы баланы дамытуға болады. Және де тағы бір айта кететін нәрсе, ірі моторика дамымай, баланың ұсақ моторикасы дамымайды. Ұсақ моторика дамымай, баланың сөйлеу қабілеті дамымайды. Ірі моторика дегеніміз баланың жүруі, допты алуы, секіруі, 2 аяқтап тура секіруі. Қазір 2 жасар балаңыз дұрыс сөйлемесе, бірден секіртіп көріңізші, 2 аяқтап дұрыс секіре ма, секірмей ма? Уже сіз оның секіре алмағаннан сөйлей алмайтын болып тұрасыз. Яғни секіру арқылы, ойнау арқылы, ірі моториканы дамытсақ, біз қолымыз арқылы, ұсақ моториканы дамыту арқылы баланың сөйлеуіне жол ашамыз. Сол үшін әрбір ата-ана дер кезінде балаңызға дұрыс көңіл бөлуіңіз қажет деп ойлаймын. Рахмет, видеоны соңына дейін көргендеріңізге. Менің каналыма подписаться етіп, лайк басып, комментарий жазып кетсеңіздер күшті болар еді. Рахмет.